дүниетану сабағын бастаймыз. Жақсы отыра қойыңдар балалар. Үйге қандай тапсырма берілді балалар? Үйге қандай тапсырма берді? Мұхаммед айта қойып. Өте жақсы. Балалар, үйге берілген тапсырманы еске түсірейік. Қоршаған орта нешеге бөлінеді балалар? Кім айтады? Дәулет айта қойып. Қоршаған орта табиғи орта және жасанды орта деп екіге бөлінеді. Табиғи ортаға тірі және өлі Табиғат көп бөлінеді. Табиғатта нелер жатады балалар? Табиғатта нелер жатады? Табиғатта нелер жатады? Не жатады? Ауа, жер, су, іңкәр айта қойып. Жан-жануарлар, тағы нелер жатады? Талшын? Тағы нелер жатады? Өсімдіктер жатады. Жан-жануарлар, табиғи тау-тастар жатады, табиғат иелерінің бәрі жатады. Өте жақсы балалар. Ал енді жасанды орта дегеніміз не? Кім айтады балалар? Мейіржан айта қойып. қолмен жасаған Дүниелердің барлығы жасанды ортаға жатады екен. Ал енді балалар, өрт қауіпсіздігі кезінде қандай ережелерді сақтауымыз керек? Өрт қауіпсіздігі кезінде болатын қауіпсіздік ережелерін айтыңдаршы. Қандай ережелерді сақтауымыз керек? Қандай ережелерді сақтауымыз керек? Кім айтады? Айта қой. Терезені ашуға болмайды. Өйткені жанып күйіп кетуі мүмкін. Сенде тағы не істейміз? себебі сыйған көмекке келген адам таба алмай қалады. Іңкәр айта қой. Нейді? Лифтіні жедел сатыны қолдануға болмайды дейді. Өте жақсы. Су шашуға болмайды. Дәулет айта қой. Және де өрт кезінде тағы не істеу керек? Жарайсың. Тағы да қайда хабарласамыз өрт кезінде? Кімге көмек сұрауға болады? Азиза? Қоңырау шалып хабарласу керек. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, су құбыры жарылған кезде не істейміз? Су құбыры жарылған кезде қандай қауіпсіздік ережелері бар? Су құбыры жарылғанда Фатима айта қой. Суды тетіктерін жауып қою керек. Тетіктерді жауып қою керек. Іңкәр? 112 хабарына қоңырау шалып хабарласу керек. Өте жақсы. Енді бөлмеге газ таралған кезде не істеуіміз керек? Қандай қауіпсіздік ережелерін айта қойыңдаршы балалар. Бөлмеге газ таралған кезде. Нұрмұхамед, газ таралған кезде не істейміз? Газ таралған сөндіре жақпау керек. Тағы да бірінші не істейміз? Газ бөлмеге таралып қалған кезде бірінші не істейміз? Терезені ашып желдету керек, газдың иісін жою керек. Тағы да не істейміз? Құбырды тексеру керек. Сосын қатты жауып қою керек. Жақсы, жарайсыңдар. Тағы Дәулет, тағы қандай қауіпсіздік ережелері? Қызметкерлеріне хабарласуымыз керек. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді үйдегі қауіпсіздік туралы кім айтады балалар? Үйдегі қауіпсіздік, күнделікті өмірде үйдегі қауіпсіздіктер болып жатады. Айта қой. Үлкендердің рұқсатынсыз дәрі-дәрмекті ішуіне болмайды. Мөлшерден тыс ішсе уланып қалуы мүмкін. Тағы да айта қой. Газ плитасын қараусыз қалдыруға болмайды. Үтікті қосып естен шығарып кетуге болмайды екен. Жарайды, өте жақсы. Әлі айта қой. Суды өшіріп кету керек, қосуын қалдыруға болмайды. Жарайсың, өте жақсы балалар. Дәулет айта қой, қандай үйде қандай қауіпсіздікті?
шығу керек. Өте жақсы, жарайсыңдар. Бүгінгі сабақты өте жақсы дайындалып келіпсіңдер. Сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы менің қауіпсіздігім. Адам қолмен жасалған дүниелердің барлығы жасанды орта деп аталады. Елді мекендердегі тұрғын үйлер, жолдарды, көлік құралдарын, техникалар мен басқа да көптеген дүниелерді жасанды ортаға жатқызамыз. Олардың бәрін адам өзінің өмірін жақсарту үшін жасайды. Алайда олардан келетін қауіп-қатерлер де бар. Солардан өзіңді қалай сақтануың керек? Жасанды ортада кездесетін қауіп-қатерлердің көбісі адамның әрекетінен туындайды. Мысалы, өрттің пайда болуы, газдың таралуы, жол апатының болуы, барлығы адамдардың әрекеттерінен туындайды балалар. Ал енді мен сендерге қазір 3 топқа тапсырма беремін. Сол тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші топқа сен жаяу жүргіншісің, екінші топқа сен көліктегі жолаушысың, үшінші топқа сен велосипедшісің деген тапсырмалар беремін. Осы тапсырмаларды орындаймыз. Топтық тапсырмаға қай топ дайын екен белгі берейік. Ал бірінші топ дайын екен ортаға шығып, қандай жаяу жүргіншінің қандай қауіпсіздік ережесі бар екен сақтайсың. Ережелер, жаяу жүргенде қандай ережелерді сақтау керек екен? Өте жақсы, жарайсыңдар. Балалар, бірінші топтың қалай бағалайық кәні бірінші топты? Қалай тапсырманы орындады кәні? Өте жақсы, басқармақпен бағалады, өте тамаша. Ал енді қай топтайыз алдар? Шалыңыздар ортаны балалар. Сен көліктегі жолаушысың. Қандай ережелерді сақтау керек екен, кәні? Өте жақсы ережелерді өте жақсы қорғапты. Балалар, екінші топты бағалап жіберейік. Өте жақсы басқармақпен бағалап жіберсе балалар. Ал енді үшінші топ дайынсыңдар ма? Кім қорғайды келіңдер балалар? Сен велосипедшісің. Ал қандай ережелерді сақтау керек екен? 10 жасқа дейінгі балаларға көлік жүрген жолда велосипед тебуге тыйым салынған. Ал егер жолдан өту керек болса, велосипедтен түсіп, жолмен ұстап, жаяу жүргіншілер жолымен өту керек. Өте жақсы, жарайсың. Үшінші топты бағалап жіберейікші балалар. Өте жақсы деген. Балалар жол белгісіне назар аударыңдар дейді. Енді осы белгілер нені меңзейді? Кім айтады балалар? Дәулет келе ғой, Талшын келе ғой, Назерке келе ғой. Осы белгілер нені меңзейді екен? Қандай белгілер екен? Атап айтамыз. Қызыл белгілер тыйым салу ескерту белгілері. Қызылмен қоршалған белгілер қандай белгілер? Тыйым салу ескерту белгілері. Ескерту белгілер, тыйым салынған белгілер. Бірінші балалар көшеге келетін кезде балалар алдына шығып алып кіргізді. Ал мынау екінші суреттегі белгі, бұл жаяу жүргіншілерге арналған өтпе. Жаяу жүргінші өтпесі екен. Үшінші белгі қандай белгі екен? Жаяу жүргіншілерге арналмаған Жаяу жүргіншіге тыйым салынған жол екен. Назерке, мынау қандай белгі? Көлік сен ойнауға тыйым салынған жер. Белгімен жүрген тыйым салынған жер. Өте жақсы. Балалар барлығы осы белгілерге түсіндер ғой, балалар. Тыйым салу ескерту белгілері қызылмен қоршалған белгілер бар, ескерту тыйым салу белгілері екен. Ал енді кітабымыздың 87-ші бетіндегі пікірді дәлелдеуге қараймыз балалар. Диалогпенен Арман мен Майраның пікірін оқи қойыңдар. Арман мен Майраның пікірін оқиды балалар. Фатима оқи қойшы. Майра боласың, Арман Дәулет бол. Көшеде бейтаныс адам көмек сұраса, бас тартпай сыпайы болу керек. Арманның пікірі дұрыс па? Жоқ. Бейтаныс адам көмек сұраса не істейсіңдер бала? қандай ниетпен сақтағанын сен Болыңыздан жауап береміз бе? оның қандай ниетпен сақтағанын
білмейсің, сондықтан жаңағы көмектен бас тартасыңдар, иә? Ал енді Майра оқи ғой. Қылмыскердің алдауына түспеу үшін әрдайым өз қауіпсіздігіңді естен шығармау керек. Майраның пікірі дұрыс па, балалар? Келесі бетте жағдаятты талқылайық дейді балалар. Біріншісін оқи қойшы, асылдар. Бірінші жағдайды оқы. Көшеде танымайтын адам сені алып келу үшін анан жұмсап жіберген айтса не істейсің? Не істейсің? Анам жұмсап жіберген айтса не істейсің, асылдар? Мен оған Сені танымайтын адам. Айтады. Ескертіп айтатын еді, немесе телефонмен хабар берер еді дейді. Өте жақсы. Ал екінші жағдайды оқи қойшы. Екінші жағдай, қалжың оқи қой. Екінші жағдай не дейді? Жағдаяттан үшін. Ал мен жауап берсем, еріп барасың ба? Жоқ, бармаймын. Өйткені ол мені басқа жерге апарып кетуі мүмкін. Жарайсың. Және де өзге адаммен бірге ешқайда баруға Болмайды. Өйткені ол өте қауіпті. Өте қауіпті. Өте жақсы. Келесі, үшінші жағдаятты іңкәр оқи қой. Көшеде біреу қалдырып кеткен қапшық тауып алса не істер едің? Қапшық тауып алса не істер едің? Қапшық тауып алса мен оны алмайтын себебі оның ішінде су қарулар, мұз қарулар, Адам өміріне қауіпті заттар болуы мүмкін. Сондықтан қандай қапшық тауып алсаң да алмайсыңдар балалар. Өте жақсы. Ал енді диаграммамен жұмыс берілген болатын. Балалардың жиі ұшырайтын көше оқиғасының себептерін кім атайды маған? Көркем атай ғой. көшенің рұқсат етілмеген тұсына Дауысын шығармайдан. Диаграммаға қарап айтады. Көшенің рұқсат етілмеген тұсынан өту себебінен 40%, көліктен дұрыс түспеу себебінен 30%, бағдаршамның белгісіне назар аударудан 15%, жолдан ойнаудан себебінен 10%, басқа оқиғалар себептерінен 5% балалар қауіпке ұшырайды. Өте жақсы, жарайсың көркем, өте жақсы. Бүгінгі тапсырмаларды орындаған тапсырмаларды керемет орындағандар. Балалар, міне бүгінгі сабақта біз не білдік балалар? Қауіпсіздік ережелерін. Осы үнемі қауіпсіздік ережелерін сақтап жүретін болсақ, оқыс жағдайлармен қауіп қатерлер болмайды екен. Барлық адам қауіпсіздік ережелерін мұқият орындап жүрсе, оқыс жағдайлармен қауіп қатерлер болмайды. Ал енді бүгінгі сабаққа балалар өте жақсы қатысқан оқушыларға Мейіржанға 10 балл, Дәулетке 10 балл, Фатимаға 10 балл, Аружанға 9 балл, Алшынға 9 балл, Көркемге 8 балл, Назеркеге 7 балл, тағы кім қатысты сабаққа? Әлияға 6 балл, Кенжебай Дидарға 6 балл. Ал енді балалар бүгінгі сабақтан өз ойларыңды жетістік баспалдарына жабыстыра алыңдар. Үйге тапсырма. Балалар, осы бүгінгі өткен жасанды ортадағы менің қауіпсіздігімді жақсылап түсініп оқып, мазмұндап келеміз.